малға, мал қораға дәрі шашу кезінде. Ассалаумалейкум. Мына осындай дайындықпен кіреміз. Ато қазынаның бәрі фильтрлері. Соны денсаулыққа өте зиян, улы химия оның бәрі. Шашатын дәрілер. Мына спецформамыз, спецодеждамыз. И мынау маскамыз арнайы. Қазір дәрі шашатын боламыз. Дәріні біз осындай аппаратпен шашамыз. Зарядқа қойып қоямыз дағыны. Арқаға іліп алып, шашып кете береміз. Міне қазір біздің нелеріміз дайын болды. Маскаларымыз, фильтрлерін қойдық. Мына өте жақсы. Жәндегі химиялық жәндегі заттарды мұрын мен тыныс жолдарымен келуден сақтайды. Мына спецформамыз, мына ципек 25% деген. Осы өте эффективный препарат. Талға да, малға да, қораға да бәріне себе бересіздер. Бит, бүрге, кене барлығынан тазартады. Бірақ несі өте улы. Сол себепті малды да абай боласыздар. Шашып болғаннан кейін далаға, жазғы жерге шығарасыздар. Сыртқы қораға, яғни летникке. Өздеріңізде осылай қорғаныңыздар. Қазір кейбір комментарий жазатындар шығады. Ол обязательно, ол көпшілік жер болғаннан кейін міндетті түрде шығады. Ой, не қыламыз, болған шығын болып, нағылып дейді. Егер денсаулығыңыз кететін болса, бірінші байлық денсаулық. Сіз сол малды денсаулық үшін ұстап отырсыз. Сол денсаулығыңыз егер болмаса, ол малда басқа еш нәрседе қызық емес. Сол үшін бірінші кезекте қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Бұны алып қоясыз 4-5 жылға жарайды сізге осы. Зато есесіне сіздердің жәндегі нелеріңіз, денсаулықтарыңыз өзінің орнында болады. Мына мен денсаулықтарыңыз ол қазірге байқалмайды. Бір-екі жөтелес қоясыз, бірақ ішкі органдарыңыздың барлықтарын улайтын болады. Сол үшін денсаулықтан артық еш нәрсе жоқ. Қымбат болса да міне осындай қылып алып қойсаңыздар, зато келешекте өздеріңізде қиналмай кез келген дәрілеріңізді шаша бересіздер. Қазір енді дәрі шашу процесін көрсететін боламын. Осылайынан қауіпсіздік шараларын сақтап, міне қазір немізді алып алдық. Құдай қаласа дәрілеу процесі басталды. Бері қарай кел. Дәрілеу процесі осылай жүреді. Ауа түсір қойды. Көрдің бе? Түсіп отыр ма? Болды, енді. Сен рек қадыр алды, арнаға қарай түсіңді. Aldım. Kaç ağrısın?